Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге аспаз келін. Бүгін осындай керемет, өте тез дайын болатын тамақ дайындайтын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер және де отбасыларыңызды қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, әлі де көп рецепттер болады. Ең алдыменен осылай тауықтарымызды бөліктерге бөліп аламыз. Содан соң майонез бен кетчуп саламыз, және де әртүрлі приправаларымызды салатын боламыз. Тұз, бұрыш салатын боламыз. Сіздер өздеріңіздің мөлшерлеріңізге қарай жасасаңыздар болады. Мінекей, енді оның үстіне бір жарты кеседей сұйық май құямыз, және де чеснок саламыз. Жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң осындай бір үлкен жуамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Менде 270 градуста тұрды пешім. Содан соң табамызды майлап салып жіберетін боламыз. Өте дәмді тамақ шығады. Осылай жайып араларын ашып, осылай табамызға салатын боламыз. Және де пешімізге саламыз. Содан соң осылай картопымызды ашып, бір қайнатып аламыз 5 минуттай. Осылай мінекей мен тауықтарым пісіп шықты. Шамамен 10 минуттай тұрды. Содан соң жаңағы шикілеу піскен картопымызды салып, тағы да 10 минутқа қоятын боламыз. Сонда толық 30 минутта тамағымыз дайын болады. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлығын салып, пешімізге тағы да 10 минутқа салатын боламыз. Мінекей, тамағымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Әлі де көп қолжетімді рецепттер болады. Тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.